Бұл үшімейшілікте сызылған сырлы көз белгісін көргенсіз бе? Бұл һәмме нәрсені көруші көз деп аталады һәм көпшілік оны масонлықтың тикарығы символы деп біледі. Ол ақш долларында һәм басқа жерлерде де бар. Һәмме нәрсені көруші көз бізді түрлі имаратлардан, хәттегі Санкт-Петербургтағы Қазан соборының фасадынан да бақылап тұрады. Айтуларына қарағанда, бұл жасырын жәмиет тек қана символлар менен шекленіп қалмаған. Олар дерлік барлық жаһан революцияларына араласып, өз тәсір шеңберін бүткіл дүния бойлап тарқатқан. Джордж Вашингтон, Симон Боливар, Гёте, Моцарт, Мустафа Камал Ататурк. Бұл инсанларды не бірлестірген? Әлбетте, масонлар жәмиетіне ағзалық. Сонда хақиқатында да масонлар адамлардың санасын және дүнияны басқарады ма? Бүгінгі видеомызда біз масонлардың кім екенлігін және олардың қалай пайда болғанлығы хақында сөз етеміз. Видеомыз бастан алдын каналымызға ағза болып, лайк басып, пікірлеріңізді комментарийде жазуды ұмытпаң. Бұл Айдың каналының жаңа саны. Менің атым Айгүл. Егерде сіз өзіңізге қолай болған орынға жайғасып алсаңыз, біз басладық.